Ассалаумағалейкум. Бұл видеоны мен дайындықсыз түсіріп отырмын, сондықтан ойым шашыраңқы болса айып етпеңіздер. Қазір Украинаның дрондары Мәскеу қаласын атқылап жатыр. Ол нені білдіреді? Ол дегеніміз, Украина жеңісі жақын, Ресейдің құлдырауы жақын. Ертең бір күні Ресей жеңіледі, Украина жеңіске жетеді. Одан кейін Путинді Гага соты соттап, оны түрмеге қамайды, немесе дарға асады. Ресей мемлекет ретінде жойылады, бытырап кетеді. Ресейдегі бүкіл республикалар бас көтеріп, тәуелсіздігін жариялайды. Содан кейін жер бетінде жұмақ орнайды деген сөзді менен күттіңіздер ме? Өкінішке қарай, бәрі біз ойлағандай бола бермейді. Иә, бәріміз соны қалаймыз. Бірақ өмірде бәрі біз қалағандай бола бермейді. Шындық ащы болады. Ал шындық қандай? Шындық, Украина қазір өлім алдында тұр. Украинаның қазір Мәскеуге жасап жатқан шабуылы, ол Украинаны ақтық демі. Бұлар енді өлім алдында Ресейге барынша зақым келтірейін деп отыр. Бұл үлкен ерлік, оны мойындау керек. Бұл нағыз ер жүректік. Осындай қиын жағдайда бола тұра, ақырына дейін шайқасу, ақырына дейін жаудың астанасына осылай соққы жаудыру, бұл үлкен ерлік. Бірақ бұл өкінішке қарай Украинаның ең соңғы әрекеті. Енді Ресей неге жеңілмейді? Өздеріңіз естеріңізге түсіріңіздерші. Ресей неше мәрте Киев қаласын атқылады. Және Киев қаласын атқылаған кезде бұл жойқын шабуылдар болды. Олар неше түрлі зымыран жаудырды, ұшақтардан атқылады, бомбалар тастады. Украина жеңілді ме? Жоқ. Ал Украинаның Ресейге шабуылы бұл небәрі екінші мәрте болып жатқан нәрсе. Осының алдында былтыр олар Мәскеуді дрондармен шабуылдады. Бір бизнес-центр болды, иә. Сол бизнес-центрді атқылады. Енді бұл екінші мәрте Мәскеуге болып жатқан шабуыл. Және мұнда тек дрондар ғана. Басқа қару жоқ. Не осыдан Ресей жеңіле қояды деп ойлайсыздар ма? Украинаның өзі қаншама шабуылға төтеп берді, Киев қаласы. Ал енді мұнда Мәскеуге екінші мәрте тек дрондар ғана атқылап жатыр, содан Ресей жеңіле қояды деп ойлайсыздар ма? Өкінішке қарай, Ресей осындай шабуылдан жеңіле қоймайды. Біз қанша қаласақ та, ондай болмайды. Енді сіздердің айтуыңыз мүмкін, Украинаға қазір бүкіл батыс әлем көмектесіп жатыр ғой. ақш, Еуропа, НАТО мемлекеттері Украинаға көмегін беріп жатыр, Украина қайткенде жеңіске жетеді деп. Бұл бізге айтылып жүрген 2,5 жыл бойы айтылып жүрген пропаганданың сөздері. 2,5 жыл бойы шынында да Украинаға көптеген көмек берілді. Ол үшін арнайы бір ұйым құрылды. Ол ұйымның атын ұмытып қалдым, Украин Defense бірдеңе деген. Мына жерде қазір атын жазып қоямын. Оны басқаша Рамштайн дейді. Сол Рамштайнның біраз отырыстары болған. Осы жақында Рамштайнның кезекті отырысы болды. Қыркүйек айының 9-ында, қателеспесем. Сол отырыстың нәтижесі қандай болды? ақш-тың Украинаға беретін көмегі $250 миллион. Келесі 2025 жылға. 250 миллион. Миллиард емес. Осының алдында ақш Украинаға қанша көмек берді? 17 миллиард, 45 миллиард, 90 миллиард, яғни миллиардтап берді. Бүкіл осы 2 жылда берген көмегі 100 миллиардтан асты. Иә, әрине ол көмектің барлығы көздеген мақсатына жеткен жоқ. Ол көмектің барлығын олар беріп үлгерген жоқ. Олар барынша оны созып отыр, ананы бермей, мынаны бермей, уақыт созып отыр, бірақ қайткенде де олар миллиардтап көмек берді. Ал қазір 250 миллион ғана. 1 миллиардқа да жетпейді. Ол көмек Украинаға жеңіске жетуге бір септігін тигізе ме? Оған мен күмәнім бар. Енді Еуропа елдері, олар да бұл соғыстан әбден шаршаған, әбден қажыған. Олар қазір өте қиын жағдайда. Олардың қазір өздерінің бюджеттерінде үлкен дефицит болып жатыр. Германия Украинаға осыған дейін ең үлкен көмек беріп келген мемлекет Еуропа елдерінен. Қазір қару-жарақтарын ғана береді, оның өзі өте шектеулі. Ақша жағынан қанша екенін мен білмеймін, бірақ қазіргі көмек өте аз бұрынға қарағанда. Германияның қазір өзінде проблема шаш етектен. Оларда қазір 45 жылдан кейін, 1945 жылдан кейін бірінші рет фашистер қайта билікке келді. Парламент сайлауында фашистер жеңіске жетті. Яғни қазір Германияда байтал түгел бас қайғы. Олардың қазір өзінің үлкен проблемалары бар. Сондықтан олар қазір Украинаны ойлай алмайды. Оларға өз проблемаларын шешу керек. Және оның үстіне Nord Stream 2 құбыры Украина жарды деген қазір деректер шығып жатыр, оның бәрі дәлелденіп жатыр. Яғни Украинаның бұған тікелей қатысы бар деп. Оған Германия үлкен наразылық білдіріп жатыр Украинаға. Яғни алдағы уақытта Германияның Украинаға беретін көмегі қатты қысқарады. Басқа елдерде де солай. Енді олар көмекті миллиардтап емес, миллиондап беріп жатыр. Ол дегеніміз, Украина жағдайы қазір өте қиын болады. Қазір Украина өзімен өзі қалды. Оның үстіне ақш әлі де Украинаға Ресей қалаларын өз қаруларымен атқылауға рұқсат бермей отыр. Яғни өздерінің дрондарымен атқылай беріңдер, ал біздің берген қаруларымызды қолданбаңдар. Атакамыз бола ма, Хаймарс бола ма, F-16 бола ма, оларды Ресей қалаларына шабуылға қолданбаңдар деп оларға рұқсат бермей отыр. Әлі де. Яғни көріп отырсыздар де, ақш Ресейдің жеңілгенін қаламайды.
Ол бір мәселе. Екінші, қазір ақш-тың өзінде Ресейден басқа проблемалар толып жатыр. Украинадан басқа проблемалар толып жатыр. Жақында Камала Харрис CNN арнасына бірінші сұхбатын берді. Өзінің алдағы, егер ол президент болса, алдағы 4 жылға қандай жоспарлар бар екен, соның бәрін айтып шықты. Украина туралы бірде бір сөз айтылмады. Бір ауыз сөз Украина туралы тіс жармады. Яғни Украина қазір ақш-тың саясатында ең соңғы орында деген сөз. Оларда қазір приоритеттер басқа. Олар өздерінің ішкі экономикасын түзетумен әлек. Украинаға олар қазір мүлдем көңіл бөлмейді. Сондықтан қазір жағдай өте қиын. Одан басқа қазір ақш-тың саясаткерлері, мысалы Линдси Грам деген сенатор бар. Ол не деді? Ол ашықтан ашық ақш-тың Украинаға көзқарасын білдіріп жатыр. Бізге Украинаның ресурстары қажет деді. Украина қазір 12 триллион доллар қазба байлықтар бар. Бізге оларды жіберіп алмау керек деді. Яғни ол ақш-тың Украинадағы шынайы ниетін білдіріп қойды. Яғни Украинаның жеңісі емес, Ресейдің жеңілісі емес, ақш-қа Украинаның ресурстары қажет. Олар тек сол үшін ғана Украинаға көмек беріп жатыр. Sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine, they could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Көрдіңіздер, ақш өзінің шынайы ниетін көрсетті. Бет пердесін сыпырып тастады. Енді осыдан кейін ойлай беріңіздер. Бұл соғыс кімге тиімді, неге ақш Украинаға дұрыс көмек бермей жатыр? Осының бәрін анализ жасап көрсеңіздер, бәрін түсінесіздер. Одан басқа, жақында бір отырыста Путинге бір журналист сұрақ қойды. Сізге кімнің президент болғаны жақсы? Дональд Трамптың ба, әлде Камала Харристің ба? Сонда Путин не деп жауап берді? Ол айтты: мен алдында Джо Байденнің президент болғанын қалап едім, енді Камала Харристің президент болғанын қалаймын деді. И, ну, я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Бәрі оны әрине мысқылдап айтты деп айтып отыр, бірақ қайткенде де ол өзінің пікірін білдірді. Путинге шынында да Камала Харристің президент болғаны тиімді. Неге? Өйткені Дональд Трамп жалғыз адам Путинді орнына қоя алатын. Бұл соғысты тоқтата алатын жалғыз ғана адам. Ал басқалар Путинге қарсы ештеңе істей алмайды. Өйткені олардың бәрінің саяси мүдделері бір-біріне сәйкес келіп отыр да. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, Дональд Трамп Путинге көмектеседі деп, Ресейге көмектеседі деп. Бірақ шын мәнінде олай емес. Трамп президент болған кезде Путин тырп ете алмады. Джо Байден келіп еді, ол соғыс бастап кетті. Енді демократия партиясы осыған дейін Украинаны қолдап келе жатқан, оған көмек беріп жатқан, демократия партиясының өзі қазір Украинаға ешқандай көмек бере алмай отыр. Оларда жаңағы алдағы 4 жылға жоспарында Украина мүлдем жоқ. Көрдіңіздер, ақш-тың Украинаға көзқарасы қандай. Сондықтан бізге қазір осындай жалған үміт керек емес. Бізге ең ауыр сценарийге дайындалу керек. Украина бұл соғыста өкінішке қарай жеңіске жете алмайды. Қалай біз оны қаласақ та, ол мүмкін емес нәрсе. Әрине қазір олар барынша тырысып жатыр, барынша Ресейге зақым келтіріп жатыр, бірақ Ресей оңай берілетін жау емес. Ресейде қазір өте мықты диктатура. Ол өздігінен құлай салатын, өздігінен бытырап кететін мемлекет емес. Қазір Путин бүкіл Ресейді тырп еткізбей ұстап отыр. Татарлар, башқұрттар, сақалар, Қапқаз елдері ешқайсы қазір Путинге қарсы бас көтере алмай отыр. Алдағы уақытта ол бола қоятын сценарий емес. Алдағы 15-20 жылда Ресей әлі ыдырамайды. Әлі Ресей күшті болады. Біз оны қаласақ та қаламасақ та солай болады. Бұл шында оны мойындау керек. Мен өзім де басында пропагандаға алданып жүрдім, ең басында. Ой, бүгін ертең Ресей құлайды, бітті, Ресей ыдырап кетеді. Мен шынайы соған сеніп жүрдім. Бірақ кейін көзім жетті, оның бәрі өтірік екен. Қазір түсініп отырмын да, алдағы 15-20 жылда Ресейге ештеңе болмайды. Ал Украина қазір жеңіліс алдында тұр. Сондықтан қазір соғыстың кульминациясы жағындап келе жатыр. Соғыстың аяқталу алдында бұлар соғысты үдете түсті. Екі жақтан да қазір эскалация болып жатыр. Бұл соғыстың ең соңғы кезеңі. Енді бүкіл мемлекеттер, Еуропа, әсіресе ең бірінші Еуропа, ақш, басқа да елдер Украинаны капитуляцияға мәжбүрлейді. Өйткені бұлардың бәрі соғыстан әбден шаршаған. Бұларға соғысты аяқтау керек. Сондықтан олар барынша қазір Украинаны капитуляцияға мәжбүрлеуге тырысады. Көмегін қысқартады, үйтет-бүйтет сылтауратады. Осыған дейін естеріңізде ме? Қанша F-16 деп келді, F-16-ын берді ме? Бірнеше талын берді, соғыс аяқталуға жақын қалған кезде. Оның өзін біреуін украиндықтар өздері байқамай атып түсірді.
Көрдіңіздер, иә? Бұл F-16-ның ешқандай пайдасы жоқ. Және ол F-16 деген ол ескіріп кеткен ұшақ қой. F-16 ол 1970 жылдары шыққан ұшақ. Оған 50 жыл болды. Ол баяғыда ескіріп кеткен. Неге F-22-ні бермейді? Неге F-35-ті бермейді? Неге? Көрдіңіздер ме? Оның бәрі ол көз бояушылық. Ол беріп жатқан көмектер, оның бәрі көз бояушылық. Шын мәнінде Ресейдің ыдырағанын құлағанын ешкім қаламайды. Ресей Америкаға, Еуропаға Қытайды ұстап тұратын фактор ретінде қажет. Және оларға бәріне Путиннің президент болған тиімді. Неге? Өйткені Путин қандай диктатор болса да, қандай қу түлкі, арам, жаңағындай өте айлакер саясаткер болса да, қайткенде де бәрібір оларға Путин тиімді. Неге? Өйткені Путинмен олар келісе алады. Ал оның орнына басқа біреу келсе, ол мүлдем неадекват адам болуы мүмкін. Ол ядролық бомба тастауы мүмкін. Мысалы Медведев, иә? Ядролық бомба тастай салады. Немесе оның орнына басқа біреу келсе, мысалы Пригожин деген сияқты біреу, мүлдем ондай бас істемейтін. Ол не істейді? Ол Еуропаға шабуыл жасауы мүмкін. Ондай адамдар бар ғой Ресейде, толып жатыр. Неше түрлі андай, қалай айтсам, орыстар быдло дейді ғой, иә, сондай быдло масса Ресейде толып жатыр ғой. Ал Путин ондай емес. Путинмен келісуге болады. Сондықтан қайткенде де олар Путиннің тақта қалғанын қалайды. Ресейдің олар жеңілмеуін қалайды. Ал Украинаны олар енді құрбан етіп отыр. Иә, тағы бір нәрсе айтуды ұмытып кеттім. Жақында Путин Монғолияға барып келді. Сол кезде бүкіл әлем Монғолия президентінің Путинді тұтқындап Гага сотына табыстауын күтіп еді. Бұл енді мүлдем күлкілі нәрсе. Ойлаңыздаршы, Ресей мен Қытайдың арасында қысылып отырған мемлекет, бүкіл сыртқы саясаты, бүкіл сыртқы экономикасы, экспорт, импорт бәрі Ресей мен Қытай арқылы жүретін мемлекет, Ресей мен Қытайға қалай ол қарсы бірдеңе істей алады? Ол тырп ете алмайды. Путинді өйстіп оңайлықпен тұтқындап, оны сотқа табыстау деген, оны тұтқындағанның өзіне ол Путинді сол Гага сотына қалай жібереді оны? Бәрібір қайткенде де ол Ресей арқылы немесе Қытай арқылы жібереді ғой. Дұрыс па? Ол енді егер Монғолия өйтіп істегенде, ол өз-өзіне, қалай айтсам, ол суицид болар еді Монғолия үшін. Сондықтан ондай нәрсені Монғолиядан күту ол енді мүлдем күлкілі нәрсе де. Көп адамдар соны күтті кәдімгідей. Ана Путинді соттайды, тұтқындайды, оны сотқа табыстайды деп. Бұл енді мүлдем баланың әңгімесі ғой. Және Гага соты Путинді не үшін айыптап отыр? Қандай айып тағып отыр? Бұл ең қызығы. Путинді Украинаға басып кірген үшін емес, соғыс бастаған үшін емес, Украинаның қалаларын қиратқан үшін емес, Украинаның жүздеген мың жазықсыз адамдарын өлтірген үшін емес. Жоқ. Украинадағы балаларды ұрлаған үшін. Бұл енді нонсенс қой, бұл абсурд. Путинді соғыс бастаған үшін емес, неше түрлі сондай соғыс қылмыстарын атқарған үшін емес, жүз мыңдаған жазықсыз адамды өлтірген үшін емес, балаларды ұрлаған үшін айыптап отыр. Көрдіңіздер, иә? Оның бәрі бұл Гага соты, бұл халықаралық сот деген оның бәрі фикция, бәрі формальность. Өтірік нәрсе оның бәрі. Көз бояушылық. Соған кейбір адамдар үміт артып отыр, соған сеніп отыр. Күлкім келеді мен ондай адамдарға. Сондықтан ондай нәрсеге алданбаңыздар. Ондай арзан әңгімеге алданғанды қою керек те. Оның бәрі болмайды. Мынандай бір мақалды естен шығармаңыздар. Қарға қарғаның көзін шоқымайды. Ешкім, ешқандай ақш, Еуропа, басқалар болсын, ешкім Путинге қарсы әрекет ете алмайды. Өйткені бәрінің саяси мүдделері бір жерден шығып отыр да, бір-біріне сай келіп отыр. Сондықтан олар бір-біріне қарсы әрекет етпейді. Арасында бір-бірімен бәсекелестік болуы мүмкін, бірақ бір-бірін олар ешқашан өйстіп, соттап, кәдімгідей жығып, сондай әрекетке бармайды ешқашан олар. Өйткені бұлардың бәрінің саяси мүдделері бірдей. Және мұнда тағы бір нәрсені ескеру керек. Егер Путин сотталса, ол дегеніміз, онда осының алдында басқа да қаншама осындай халықаралық қылмыстар болды. ақш-тың өзіне қаншама сондай қылмыстар болды. Олар Вьетнамға басып кірді, Ауғанстанға, Иракқа басып кірді. Онда Джордж Бушты да соттау керек. Дұрыс па? ақш-тың бүкіл президенттерін Югославияда соғыс ұйымдастырды, басқа жерде неше түрлі жерде соғыс ұйымдастырды. Онда ол үшін ақш-тың бүкіл саясаткерлер, президенттерін бәрі соттау керек қой, дұрыс па? Яғни оның бәрі абсурд. Оның бәрі ешқашан болмайды ондай нәрсе. Олардың бәрі саяси ойын ойнап отыр да. Осындай бізді бәрімізді алдап. Біз соған алданып сеніп отырмыз. Сондықтан тағы да қайталап айтамын, осындай өтірік арзан әңгімеге сенбеңіздер. Украина өкінішке қарай жеңіске жете алмайды. Осының алдында қаншама сіздер маған айттыңыздар, жақсы сөз жарым ырыс деп, жаңған жылан жұмырт қалсын деп, бірақ жаман айтпай жақсы жоқ деген мақалды ұмытпаңыздар. Ең ауыр сценарийге дайындалайық, одан біз ұтылмаймыз. Ертең Құдай бетін ары қылсын, біздің басымызға түссе, бәрімізге оған дайын болу керек.